енді логарифмнің қасиеттерін қарастырайық. Мысалға, бірінші қасиет логарифм а негіздегі 1 тең 0-ге дейді. Яғни, а деген кез келген бір сан, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Мысалы, бұған мынандай мысалдар қарастырайық. Логарифм 17 негіздегі 1 нешеге тең болады дейді. 17-нің неше дәрежесі 1-ге тең? 0 дәрежесі, әрбір санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Мысалға, логарифм x-тің неше дәрежесі 1-ге тең? X-тің 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Енді келесі логарифмдік қасиетке қарайтын болсақ, мұнда логарифм а негіздегі а тең болады 1-ге дейді. Мұның мағынасы а-ның 1 дәрежесі а-ға тең. Яғни кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең. Тағы да есептерді қарастырып көрейік. Мысалдарды, яғни логарифм 20 негіздегі 20 тең болады. 20-ның неше дәрежесі 20-ға тең болады? 20-ның 1 дәрежесі 20-ға тең болады. Логарифм 7-нің 7 дәрежесі дейік. 7 негіздегі 7. 7-нің неше дәрежесі 7-ге тең болады? Дұрыс, 1. Яғни, бұны қалай түсінуге болады? Біз білеміз, әрбір санның мысалға 17-нің 2 дәрежесі, 0 дәрежесі десек, ол 1 көбейту 17-ні неше рет жазам? 0 рет, ештеңке болмайды. Яғни, бұл 1-ге тең деген сөз. Ал 17-нің 1 дәрежесі дегеніміз, мұна 1 көбейту 17 деп жазу. Сонда 17-ге тең болады. Әрқашан 1 көбейтіліп тұру керек. Бірақта біз бұны мектепте өтпейміз, себебі бұл керек жоқ сияқты көрінеді. Қайта-қайта балаларды 1-ді жазғыза бермейді. Ойша 1 бар деп есептейміз. Сондықтан 0 рет жазамыз деген, мына жерде 1 бар, одан кейін 17 жоқ деп есептеймін. Ал мұнда 1 десе, 1 рет 17-ні қойсам, 17 болады.